Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сабақтың тақырыбы адамдар мен өзен ертегісі. Откройте 81 страницу, 81 бетті ашамыз. Адамдар мен өзен ертегісі. Сказка про людей и про реку. Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. Новые слова. Өзен, река, көл, озеро, дәмді, вкусный, асты, снизу, под, өзеннің түбі, дно реки, көлшік, небольшое озеро, айналды, превращается, қоқыс, мусор, жиналады, собирается. Қайталаймыз. Өзен, река, көл, озеро, дәмді, вкусный, асты, снизу, под, өзеннің түбі, дно реки, көлшік, небольшое озеро, айналды, превращается, қоқыс, мусор, жиналады, собирается. 81 бетте оқы, қайтала. Прочитай, повтори. Өзен, река. Өзен, река. Өзен, река. Өзеннің түбі, дно реки. Өзеннің түбі, дно реки. Қоқыс, мусор. Қоқыс, мусор. Келесі тапсырма, екінші тапсырма, 82 бетте оқылым, чтение. Мәтінді рольге бөліп оқыңдар. Нужно прочитать текст по ролям. Здесь сказка, дана сказка, ертегі берілген. Оқимыз, аударамыз. Баяғыда өзен болды. Давным-давно была река. Адамдар өзенге, өзен суын қандай дәмді дейді. Люди реке говорят, река, какая вкусная твоя вода. Өзен рахмет дейді. Река говорит спасибо. Өзен адамдарға су береді. Река людям дает воду. Ағаштар мен гүлдер су ішеді. Деревья и цветы пьют воду. Адамдар өзенді ластайды. Люди загрязняют реку. Қоқыс тастайды. Бросает мусор. Өзеннің астына қоқыс жиналады. Под рекой собирается мусор. Өзен көлшікке айналады. Река превращается в пруд или маленькое озеро. Ол адамдарға ренжиді. Она обижается людям. Жазылым. Вы должны это задание, 4-ші тапсырма, 82 бетте, вы должны написать в тетради. Вместо картинок вы должны вставить слова. Адамдар, өзен, суын дәмді дейді. Люди говорят, река, вкусная твоя вода. Адамдар өзенге қоқыс тастайды. Люди бросают в реку мусор. Қоқыс, мусор. Өзен көлшікке айналады. Река превращается в маленькое озеро. Көлшікке айналады.
Келесі тапсырма айтылым, 5-ші тапсырма 83-ші бет. Төменде берілген адам мен өзеннің әрекеттерін анықта айт. Вы должны действие человека и действие воды вы должны назвать. Адамдардың әрекеті, действие людей. Өзеннің әрекеті, действие реки. Суын қандай дәмді дейді. Адамдардың әрекеті. Люди говорят: какая вкусная твоя вода. Рахмет дейді. Спасибо, говорит река. Су береді, дает воду. Значит, өзеннің әрекеті. Ағаштар, гүлдер су ішеді, действие реки, да, пьют воду люди, пьют воду деревья, цветы. Өзеннің астына қоқыс жиналады, это действие людей. Ластайды, загрязняет, адамдардың әрекеті. Көшке айналады, өзеннің әрекеті. Ренжит, обижается река. Есте сақта, 83-ші бет. Что вы должны уметь говорить? Өзеннің суы дәмді. Вода, речная вода или вода в реке вкусная. Адамдар өзенге қоқыс тастайды. Люди бросают мусор в реку. Өзеннің астына қоқыс жиналады. Под рекой собирается мусор. Өзен ренжиді. Река обижается. Ол көшке айналады. Она превращается в маленькое озеро. Жаңа сөздерді қайталаймыз. Өзен, река. Көл, озеро. Дәмді, вкусный. Асты, снизу, под. Өзеннің түбі, дно реки. Көлшік, небольшое озеро. Айналды, превращается. Қоқыс, мусор, жиналады, собирается. Бүгінгі тақырыбымыз адамдар мен өзен. Ертегісі сказка, которая называется «Люди и река». Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.